Қош келдіңіздер менің YouTube каналыма. Бүгін сіздермен өте керемет ауызда еритін тарталетки креммен жасаймыз. Бізге керегі ұн, қант ұнтағы, 1,5 жұмыртқа, қаймақ, сары май және қопсытқыш. Сары майымызды ұнға салып, үккіштен өткізіп аламыз. Үстіне 1,5 жұмыртқаны, қопсытқышты және қаймақ және қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Осының бетін жауып, 30 минутқа тоңазытқышқа саламыз. Енді сиропына кірісеміз. Қантты сумен араластырып, сәл қоюланғанша қайнатып аламыз. Және жұмыртқаның ағына шым-шым тұз салып, 2 есе үлкейгенше жақсылап миксерлейміз. Біздің безе өте қою болу қажет, сондықтан жақсылап миксерлеп болған соң, үстіне ыстықтай сиропты аз-аздан құйып, оны да жақсылап миксерлейміз. Байқағандарыңыздай мендегі сироптың түсі сарғыш түсті. Осындай қайнатыңыздар, аса қатты қайнатудың қажеті жоқ, себебі ол қатып қалуы мүмкін. Мінекей мендегі крем дайын, өте нәзік және қою болып шықты. Осыны енді өзіңіз ұнайтын насадкаға салып аласыз. Енді біздің ыдыстарды шамалы майлап алдық. Енді қамырымызға кірісеміз. Кішкене ұн сеуіп, қамырымызды ұзынша етіп дайындаймыз. Осыны бірнеше бөліктерге бөліп, домалақтап, ыдысымызға жайып орналастырамыз. Қамырларымызды жайып аламыз. Аса қатты жұқа жаймаңыздар. Осыны қалыпқа салып, шетіндегі артық қамырларын үзіп алып тастаймыз. Барлығын осылай дайындап алып, 180 градус қызып тұрған пеште 15-20 минутта піседі. Өте керемет печенье болып піседі. Кремнің астына осы вареный сгущенканы жағып шықтым. Өздеріңізге ұнаған кез келген жеміс-жидекті салуға болады ол жерде. Және бетіне осы кремді осындай насадкамен құйып шығамыз. Барлық тарталеткіміз осылай сәндеп шығамыз. Бұл тарталеткидің кереметі сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өте дәмді әрі дастарханның сәнін керемет ашады. Өте тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.